Чистящик давай. Қайырлы күн, қалайсыздар? Мен аман есен Астанадамын. Жұмысым жасап тастадым, клиенттерін қабылдап тастадым. Айтайын дегенім, ауа райына қараңыздаршы. Дәл Бердақтың туған күнінде дәл осындай ауа райы болып тұр ғой. Күңіреніп, найзағай ойнап, жаңбыр құйып. Бердақ дәл осындай көңіл күйде қалды кеше. Себебі ағалары барды. Бір жағынан қуанды, бір жағынан андай қимастық қой. Бізбен бірге шығып кеткісі келеді да. Енді ол өмір солай. Жемеген самсасына өзінің өмірімен, өзінің уақытымен төлеп отыр енді. Мына ауа райын көріп кәдімгідей, Бердақтың туған күнде осындай ауа райы болған айтам, болмаса шілденің қақ бел ортасы ғой. Күн жанып ысып тұру керек негізі. Ой, Алла жар болсын, енді аман есен шықсын деп келдік. Ағалары тамақтарын апарып берді. Күшті қылып соны тойып алыпты бүгін. Жақсылап барлығын жеп алдым. Рахмет, Алла разы болсын дейді. Мен жұмыстамын. Айтатын жаңалықтар бар дейді, кейін айтып беремін. Мамамның реакциясын көрейік, қане көңіл күйіңгірек келдіпті. Баламды көріп келдім, жақсы отыр екен. Барлық халқына, туыстарына, бауырларына, барлығына сәлем айтып атыр. Кеше іс-шара өтіп, Наурызға грамота, медаль беріпті. Екінші орын, 120 адамның ішінен екінші орын алыпты. Жақсы отыр, барлықтарыңызға сәлем айтып атыр. Теннистен алған ба? Теннистен алыпты екінші орын. Солардың барлығын ұйымдастырыпты өзі Бердақ. Аллаға шүкір. Үшеуміз түнде құшақтасып, жатып, мауқымды басып қайттым. Тамақтарын жасап бердім. Тамақтарын жасап бердім, плов істеп бердім, картошкілер қайнатып бердім, жұмыртқасын қайнатып бердім, 5 бармақ алып бардым. Сорпасымен барлық. Денсаулық жақсы ма екен? Денсаулық жақсы, ішінде отырғандарға тарқаттық. Ұлым, сен менің шырағымсың білемін. Әй десе біреу саған қақ айырылады жүрегім. Кім көрінгенді әке деп жүр дейді. Ұлым сағынып жүр дейді алыстағы тірегін. Аз қалды ұлым, әкең барады. Құдай қабыл етеді періштенің тілегін. Сенің болашағың жарқын болсын деп, мен жаңылмай түсіп өмір сүремін. Елдің алдында еңсең түспейді, себебі қанға малынбаған білегім. Ұлым, тәй-тәй басқанымды да көрмегенмін, сені сағынбай бір күнде көз ілмегенмін. Қаңтарда ел үшін алаңға бардым, сенің әкез өсеріңді білмегенмін. Білгенде алаңға бармас едім, сен де әкесіз қалмас едің. Менсіз өсеріңді білгенімде жанашырлықты ұран етіп алмас едім. Алым, қайтейін, Құдай бізді сынағасын, шыдау керек. Мейлі, бұл бізге ұнамасын. Ешқандай бала тірі жетім болмасын. Әкем қайда деп өзгелерден сұрамасын. Әкелер ұлына қорған болсын, ешкімнің тас қамалы құламасын. Әкенің мейірімін бала көрсін, әкесін сағынып періштелер жыламасын. Бердақтың туған күнін жасап жатырық. Өздері болмаса да деп. Мен демалдырға алып келетін өзі. Осы 2-3 адам бар өзі. Стресстен демал дейтін. Сөйтіп менге тамақ жейді. Мына жердің ашылған жақсы болды ғой бізге.
Бердақтың туған күнін қыздармен тойлауға шықтық. Всегда менің подружкаларым. Үй жақта күшті жер бар мынандай. Жұмыс істеп тастап тұрым, адам болып қапты, нормально болып қаппын ғой. Кеше деген өліп қалған ба деп ойлап едім, шаршағаннан. Тірілдім.